осы ғимаратта бұрында соңды мынау түрлі өнер адамдарының, ғалымдардың жекелей кештері, кездесулері болып жатқан болуы тиіс. Меніңше бұл барлық оқу орындарында болып жүрміз ғой. Бұл сондай дәстүр осы оқу орнында бар екенін көріп кетеді. Дегенмен де мына бүгінгі басқосуымыздың, бүгінгі мына бір бәйге деп жатырмыз, жөні бөлек. Мен осы бастан аяқ мына қыздарымыз бен жігіттеріміз осы қатарға шыққан кезде әр елдің атын атап, батысы бар, шығысы бар, оңтүстігі бар, бәрі атаған кезде ішінде жүрегім лүпілдеп тұрды. Бұл қазақтың тағдыры шынымен қай жаққа шашылмаған, пешенесінде не жазылмаған деген ұқты шынымен. Әрқайсысы бір елдің, бір мемлекеттің атынан келіп отырған секілді. Тағы да кімнің атынан деген? Қазақ деген жұрттың атынан келіп отыр. Қандай қуанышты, қандай мәртебелі. Соғыс бір қол соғып қойған құлатты. Мысалы, Франциядан келген кезде жаңа актерін айтып отыр. Сол азаматымыздың, айтса қызымыздың атынан келіп отыр. Ал енді тағы бір айтатын нәрсе, мынау өзі осында біздің қазылар алқасының өзі жағы сайдың тасындай дейміз ғой. Біріміз аға, біріміз іні, іріктеліп алынған, сұрыпталып алынған, біріміз қарындасымыз дегендей. Осындай қазылар алқасы екенбіз. Бүгінгі мынау жалпы сөздің басы осындай болып келсе керек, мынау неге ашпайды, бәрі шешіп пішіп қойдық бәрін, нәтижесін көрдік. Бірақ менің бір риза болып отқаным, шынымен де ұл болсаң осындай бол, қыз болсаң осындай бол. Әрбір үйдің, әрбір отаудың, мысалы, түтін түсетін емес, туын көтеретін. Үйдің түтіннен бастап, елдің туын көтеретін дәрежеге жетіп тұрған қыздарымыз бар екен. Біз мысалы қиналған жоқпыз болда, өйткені қиналдырмаған осы қыздарымыз бен ұлдарымыз. Өздерімен әзілді айтуға болады жан, алтауда алдау екен. Осы Құдайға шүкір оқуға түсіп кетсін, содан кейін бір осылар тойын көрсе қайтеді өшін. 6 той алдында тұрғанша, ең кемінде. Құдай соған жеткізсін. Басқаны кірістіріп қайтеміз, тағы да бәрге жерлі болған. Сондықтан да осы айнала жұптарын жазылмай, жұп айып көсінде қандай қыз, тілеңіз сол. Қызымыз бен ұлдарымызды өсірген ата-аналарға мыңда бір рахмет етеміз керек. Мыңда бір рахмет. Сонау шетте қиянда жүріп, осында қыз өсіріп, ұл өсіріп, тәрбиелеп, осында түлетіп, ұшып, біз үшін сендер өзі туған жерлерің барыңдар атамекендеріңе. Оқуға түсіңдер, орындарын табыңдар деп жіберіп отыр. Сол ата-ананың ананың ақ сүтін, әкенің мейірін жылы ақтай беріңдер. Жайында таудай талаптарым бар екен. Соған көзім жетті. Сол талап жүзеге ассын. Өйткені таланттың алдында талап басшы еді. Талап басшы, талант, бәрі талант деген. Айтары жоқ. Сонымен ынталандыру сыйлығы. Ынталандыру сыйлығы. Келісте жеткізіп тұрыңдар. Диплом және бағалы сыйлық Амантай Айдос марапатталады. Ынталандыру сыйлығы Шынашыра Жаман марапатталады. Ынталандыру сыйлығы Серкебаева Айдана, Өзбекстан. Ынталандыру сыйлығы Құдаяр Харун, Сауд Арабиясы. Ынталандыру сыйлығы Акын Жайналы, Моңғолия. Түркия. Сондай-ақ Серікжан, осы техникалық жағын жабдықтаушы, Моңғолиядан келген студент Байғажы Серікжан. Енді орындарды тапсыру үшін өзді қазылар алқасына береміз. Тұрсынхан қызы Саулеттің өзі тігіп қазақтың ұлттық киімін сол барған Иран елінде насихаттап жүретіндей соған лайық көріп отыр қазылар алқасы, соны Салихаға арнайы сыйлық. Қайда? Арнайы сыйлық қой, ә? Арнайы сыйлық. Ай, бәрекелді. Бүгін өзі сыйлық жауған күн болды ғой. Сәтті деймін. Ал енді диплом дегеннің өзі жақсы ғой.
мысалы мына халықаралық сыйлықтарда сертификат алып жатады, дипломат болып жатады. Бұның өзі үлкен мәртебе, үлкен жол ашады деген сөз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және халықаралық жанашыр қорының ұжымы атамекенім Қазақстан байқауында 3-ші орынға ие болған Салиха Герамунды марапаттайды. Салиха ханым келді. Шығыстың әдемілігі бойына қонған. Қазақтың сұлу қай жерде сұлу ғой, ары ғой. Ойбай, ол ең кеу керек бар. Тағы сол жағы 3-ші орын, бұларға 4-4 жағы номинатта беріп отырмыз. 3-ші орынға Ая Сайогова, айтуда қиын. Ая деп кетесек, алайда. Мінекей. Бие қандай, өзі қандай. Айналайын. Түркменстаннан келдің ғой, Түркмен жігіттері, Түркмен жер топырағы рахмет. Бірақ енді осы Алматы, Астанаға келіп отырсың ғой, қазақ жігіттің сұлтаны тапсырды. 3-ші орынға Ділмұрат Құдықай ақтары дейін екен. Қазақтың аты бай, бек деген көп. Ділмұрат деп қоя қылайшы. Ділмұрат айналайын. Талантыңа рахмет. Жүріс-тұрысыңа рахмет. Өзің парасатты ақылды жектеген көріп тұр, айтқан дегенің арман мақсат кетіп өтеді. Тағы не бар? 2-ші орын ба? Байқастар ғой, төменнен жоғары қарай өзі бәйгенің салмағы да артып келатыр. Салмақтан келатыр. Саралттай салмақтан. Енді 2-ші орын 2 өтеді. Толға Түргөз 2-ші орынға ие болды. Ой. Сонау француз елі Парижден келіп отыр. Парижге барып, қазақ өнерінің жұлдызын жандырып берді. Сен бір кесі енді миллионға кетті қазақтар. Гүлдермен билеген сенсің ғой, екеуің керемет жараспасыңдар өздері. Сол жарасқанның белгісі болу керек. Мұна бұнда да 2-ші орын. Гүлнұр Әділбек қызы. Гүлнар Әділбек қызы. Айналайын. Бие қандай, өзі қандай. Рахмет. Оны көтерме, жігіттер көтереді. Үйреден апарып берсін жаңағы, билеген бірге билегенбіз. Ал енді 1-ші орын дейміз ғой, бас бәйге десе де болады, 1-ші орын біреу ақ. Дегенменде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дегендей, шалқарды шалқар деген жер. Шалқар жағы суретін көрдіңіздер. Өзін көрдіңіздер. Ал шалқар, жаным. Топтан да өзі осы бәйгенің алдын алды. Аламан бәйгенің бастапты. Жолың болсын. 8 ғымы 1